Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз амоним. Амоним дыбысталуы бір болғанымен мағыналары әртүрлі сөздер. Мысалы, жақ деген сөзді алсақ, адамның жақ сүйегі, немесе от жақ, немесе менің оң жағым, маған жақ бол, яғни мені жақта деген мағынада. Яғни жақ сөзі осылай дыбысталып, мағына әртүрлі болып келеді екен. Яғни амонимдік мағына мен көп мағыналы сөзді бір-бірімен шатастырып жатады. Осыны нақты қарастырып, талқылап, айырып алайық. Амонимдік мағына сөз жеке тұрып бірнеше мағына білдіреді. Сөздің амонимдік мағыналарында ешқандай ұқсастық, жақындық мүлдем болмайды. Амоним сөздер бір немесе бірнеше сөз табына жатады. Мысалы, адамның басы не зат есім, немесе аяқпен бас, мыжы, яғни іс-қимылды білдіріп тұр. Яғни ешқандай ұқсастық, жақындық болмайды екен мағыналарында. Ал көп мағына сөз басқа сөзбен тіркесіп, көп мағынаға ие болады. Сөздің көп мағыналарында ұқсастық, жақындық болады. Көп мағыналы сөздер бір сөз табына қатысты болады. Мысалы, судың басы, яғни бұлақ, ал таудың басы, шыңы, яғни белгілі бір сөзге тіркесіп барып, мағыналары ұқсас, жақын болып келеді екен.